Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі баяндайтын сахабамыз Амр ибн Әл-Жамух радиаллаху анху. Аллах ол кісіден разы болсын. Ол кісі өзінің шолақ аяғымен жәннатқа кіруге бел буған, жәннатқа сол шолақ аяғымен кіруге ниеттенген кісі еді дейді. Ол сөзді не үшін айттық? Осы кісінің өмір тарихын баяндау барысында танысатын боламыз. Амр ибн Әл-Жамух Мәдина қаласындағы ең абыройлы, ең беделді кісілерден, және соның ішіндегі өзінің тайпасы Бану Салама деген тайпаның ішіндегі ең жомарт адамгершілігі мол кісілердің бірі еді дейді. Надандық дәуірінде осындай абырой атаққа ие болған әрбір кісінің өздерінің әдеті болатын. Ол әдет әркім өз үйінде өзіне тиесілі бір пұтты ұстап, сол пұтқа табынып, одан медет сұрап, қиын қыстау жағдайларда құрбандық шалып, сол қиындықтардан шығу жолын сол пұттардан сұрайтын дейді. Сол әдеті бойынша Амр ибн Әл-Жамух өзінің пұтын сондай бір қымбат ағаштан жасатып, оның күтімінде үлкен ысырапқа жол беріп, қымбат иіс сулар сеуіп, қымбат майлар жағып, солай күтім жасайтын дейді. Осындай қараңғылық дәуірде адамдарды қараңғылықтан шығарып, ислам нұрын жүректеріне орнату үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдина қаласына өзінің сүйікті сахабалардың бірі Мусғаб ибн Умайрды жолдаған еді. Жолдаудағы мақсаты әркімнің жүрегіне исламды орнықтырып, Мәдинаға исламды жаю. Осындай насихаттың нәтижесінде Мәдина қаласындағы үлкен беделді кісілердің көпшілігі исламды қабылдады. Исламды қабылдамаған кісілердің қатарында Амр ибн Әл-Жамух болатын. Амр ибн Жамухтың үш бірдей ұлы және онымен қоса өзінің жұбайы Хинд және үш ұлының жолдастары Муаз ибн Джабал ислам дінін қабылдап, жүректеріне орнықтырған болатын. Амр ибн Әл-Жамухтың әйелі осы жағдайларды көріп, жүрегі қынжылып, күйеуіне жан ашып, осы шариғатты, исламды қабылдамай, дүние салса жағдайы не болады деп, Құдайдан исламды қабылдауын дұға жасап, сұрап жүретін дейді. Ал оның күйеуі керісінше, исламды уағыздап жүрген Умайрдың артынан жұбайы ұлдарым еріп кетпесін деп, ата дінін тастамасын деп, сондай бір уайыммен жүретін дейді. Сол уайымы себепті бір күні әйелін шақырып, сен мына біздің балаларға көз қырыңды тастап қой. Олар әлгі дінді уағыздап жүрген кісінің артына ілесіп, ата дінін тастап кетпесін дейді. Сонда әйелі, жақсы, тапсырмаңызды орындайын, бірақ біздің ана Муаз ұлымыздан сол Умайрдың айтып жүрген кейбір сөздерін естіп біліп көрсеңіз қайтеді деп ұсыныс тастайды. Сонда Амр ибн Әл-Жамух ашуланып, бұл қалай болғаны, менің рұқсатымсыз, менің хабарымсыз ата дінін тастап, соның артынан ілесіп кетті ме дейді. Сонда әйелі, жоқ, ондай ойға бармаңыз. Ұлыңыз ол кісінің кейбір сұхбаттарында болып, бір-екі сөздерді жаттап алған екен. Соны естісеңіз қайтеді дейді. Сонда Муазды шақырыңдар дейді. Шақырып алып, одан үйренгендеріңді маған айтшы дейді. Муаз, бисмиллахир-рахманир-рахим, мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын деп, Фатиха сүресін толығымен оқып береді. Сонда Амр ибн Әл-Жамух, бұл қандай ғажап сөз? Тағы да бұдан басқа сөздері бар ма дейді. Сонда ұлы Муаз, оның сөздері бірінен бірі асып өтетін керемет сөздер. Сізде барып, тыңдап, осы исламды қабылдасаңыз қайтеді деп, әкесіне бір қырын, исламның бір ұшын тегізіп көрген кезде, әкесі
жоқ, мен ол жолға бара алмаймын. Егер барсам да, мен өзімнің пұтым мәнатпен ақылдасып алуым керек дейді. Ол маған нені бұйырады, соны орындаймын деп, әлгі пұтының қайтадан сеніміне қарай бел буады. Сөйтіп, ол пұтына қарай барып, ол кезде надандық дәуірінде бір адам өзінің пұтымен сөйлесіп жатса, сол пұтының артына бір кемпірді қойып қояды екен. Ананың сұрағына қарай, сол кемпір пұттың кейпінде жауап беріп отырып, соның жауабы бойынша олар әрекетке барады екен. Солай, сол әрекетпен пұтына барып айтады: ей мәнат, сен біздің қаламызға сенің жолыңнан тайдырып, өзге бір дінді насихаттап жүрген адамның келгендігін білесің. Осы жөнінде сенімен ақылдасуға келдім дейді. Сен маған рұқсат берсең, мен соның дінін қабылдап, сол жолмен жүрейін. Сол шешімді сенен сұрау үшін келдім дейді. Сонда пұтынан ешқандай жауап шықпайды. Әмір ибн Әл-Жамух: сен маған ашуланып тұрсың ғой, кішкене сені жалғыз қалдыра тұрайын, қайтадан келіп сұрармын деп, қайтып өз жөнімен кетеді екен. Осы оқиғадан кейін Әмір ибн Әл-Жамухтың ұлдары әкелерінің жүрегіне исламнан кішкентай болсын нұр кіргендігін байқайды. Бірақ олар білетін, әкелерінің жүрегінде пұтқа деген, мәнатқа деген махаббаты ерекше болатын. Сол махаббатты толығымен әкелерінің жүрегінен алмайынша, оның исламды қабылдамайтынын жақсы білетін. Осы іс-әрекетті жүзеге асыру үшін, яғни әкелерінің жүрегінен мәнатты толығымен шығарып тастау үшін, олар бір істі жасауға бекінеді. Бір күні Әмір ибн Әл-Жамух тәтті ұйқыға кеткен кезде, ұлдары өздерінің достарымен бірге, яғни Муаз ибн Жабалмен бірге, әкесінің ең жақсы көретін мәнат деген пұтын үйден шығарып, Мәдина халқы үнемі жиналып, қоқыс тастайтын бір шұқырға барып, сол шұңқырға әлгі пұтты етбетімен лақтырып тастайды. Сөйтіп, таң атқан соң Әмір ибн Әл-Жамух өзінің әдеті бойынша ең бірінші барып пұтыма сәлемімді берейін деп барса, пұтын таппай қалады. Айқай шу шығарып, зыр жүгіріп пұтын іздейді. Үйдің ана бұрышын, мына бұрышын қарап, ақырында сол қоқыс тастайтын орыннан пұтын тауып алады. Сөйтіп, ол пұтын қайтадан жуып, сылап, иіссу сеуіп, орнына әкеп қойып, бұны саған кім істеді екен деп қатты ойға батады. Бұл іс екінші күні тағы да дәл солай қайталанады. Үшінші, төртінші осылай қайталана бергеннен кейін ақырында сабыры таусылып, Әмір ибн Әл-Жамух ұйықтардан алдын пұтына арнайы келіп, қылыш алып, қылышты пұтының мойнына іліп, былай деп айтады: егер сен өзіңде бір қауқар болса, өзіңде бір күш болса, бүгін саған осыны істейтін кісілерге өзіңді қорғанып, осы қылышпен олардан сақтан дейді. Сөйтіп, ұйқыға жатады. Оның ұлдары қайтадан Муаз ибн Жабалмен бірге келіп, әлгі пұтты үйден шығарып, мойнындағы қылышты алып тастап, керісінше мойнына бір өлген итті байлап, қайтадан шұңқырға лақтырып тастайды. Ертесі күні қайтадан әдеті бойынша енді пұтты қайдан тауып алу керектігін біледі. Әлгі шұңқырға барып қараса, мойнында қылыш емес, өлген итті көреді. Сөйтіп, Әмір ибн Әл-Жамух: егер сен Құдай болсаң, өзіңді қорғар едің, қорғамақ түгілі өзіңнің мойныңа өлген итті асып жатсың, сен ешқандай да тәңір емессің деп, сол жерде ла иляха иллалла Мұхаммад Расулулла деп ислам дінін қабылдаған екен. Сөйтіп, арадан біраз уақыт өткеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүшриктермен болған Ухуд соғысына дайындалған болатын. Осы дайындықта Әмір ибн Әл-Жамухтың үш бірдей ұлы атылған арыстандай сондай бір дайындық жасап жатқандығын әкелері көреді. Сөйтіп, әкелері де жүректен қызығушылық танытып, мен де бұл соғысқа барамын деп шешім қабылдайды. Сонда ұлдары әкелеріне: әкешім, Аллах Тағала
сіздей кісілерге үзір берген, яғни бұндай соғысқа қатыспауға рұқсат берген ғой, сіздің аяғыңыз соғысқа жарамайды деп қарсылық білдіреді. Сонда әкелері кішкене ашуланып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп: «Я Расулаллах, расында мен бұл соғысқа баруға бекініп шешім қабылдадым. Бірақ менің ұлдарым жағдайыма байланысты маған бұл соғысқа баруға қарсылық білдіріп жатыр. Расында мен Алланың алдына пәк бір көңілмен, пәктікпен баруды қалаймын. Мен осы соғыста шахид болғанды қалаймын» деп Пайғамбарымызға өзінің өтінішін білдіреді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлдарына: «Әкелеріңді бұл соғысқа ертіп жүріңдер» деп тапсырма береді. Соғыс басталып, майдан қырғынға түскен кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көп сахаба қорғап, Пайғамбарымыздың айналасына жиналады. Білесіздер, бұл соғыс мұсылмандардың жеңілісімен аяқталған болатын. Осы уақытта Пайғамбарымызды қорғау үшін Әмір ибн Әл-Жамух өзінің сау болған аяғына сүйеніп былайша қылыштасатын дейді: «Расында мен жәннатқа ғашықпын, расында мен жәннатқа ғашықпын» деп. Өзінің артында ұлы Муауаз әкесіне көмек көрсетіп, әкесімен бірге шайқасты дейді. Сол жерде осындай бір ерлікпен әкелі бала шахид болған еді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барлық сахабаларына қарап отырып: «Осында шахид болғандардың барлығын ешқайсысын жуындырмай өз қандарымен көміңдер. Олардың қандары зағфаран деп келеді. Зағфаран деген сондай бір араб өлкесінде әдемі бір жеміс болса керек. Сол зағфаранның түсіндей әдемі болып тұрады. Ал қандарының иісі болса мескіктей болады» деп Пайғамбарымыз сүйіншілеген екен. Сөйтіп Әмір ибн Әл-Жамухты Абдулла ибн Амрмен бірге көміңдер деп бұйрық береді. Өйткені олар бұл дүниеде өте мейірімді жолдас болатын. Қияметте де осы жолдастықпен бірге тұрсын деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тапсырма берген екен. Аллах Тағала осы Ухуд шайқасында шахид болған барша сахабаларды рахымына алсын, баршамызды осы кісілердің өмірінен ғибрат алуды нәсіп етсін. Альхамдулилlah, уассалату уассаламу аля расулилlah.